Қайырлы күн балалар. Бүгін біз Қазақстан Республикасының экономикалық даму стратегиясының мақсатты көрсеткіштері туралы айтамыз. Жалпы, бүгін біз сіздермен Қазақстан 2050 стратегиясы туралы әңгіме жасаймыз. 2050. Бұл стратегия 2012 жылы желтоқсан айында мемлекет басшысының халыққа жолдауында Қазақстан 2050-ге дейінгі даму стратегиясы таныстырылған болатын. Жалпы ол стратегияның мақсаты не? Мықты мемлекеттің дамыған экономикалық және жалпыға ортақ еңбектің негізінде берекелі қоғам құру, Қазақстан Республикасының әлемнің ең дамыған 30 елдің қатарында болуы стратегияның мақсаты. Және сол стратегияға жұмыс жасау. Енді осы 2050-ді жүзеге асыру мақсатында, яғни бұл ұзақ мерзімді стратегиялық жоспар, оны жүзеге асыруда жалпы Қазақстан Республикасының 2025 жылға дейінгі, дұрыстап есімізге сақтап алайық, дейінгі стратегиялық даму жоспары жасалды. Яғни 2050 стратегиясын жүзеге асыру үшін 2025 жылға дейінгі стратегиялық даму жоспары қабылданған болатын. Бұл орта мерзімді жоспар, яғни бұл жерде орта мерзімдегі кезеңге арналған мемлекеттік жоспарлану жүйесінің құжаты болып табылады бұл 2025-ның даму жоспары. Енді бұл даму жоспарын талдайтын болсақ, бұл жерде екі үлкен пунктті айтып өтуге болады. Біріншісі, ол аса маңызды өршіл өзгерістер немесе жүйелі реформалар. Екінші, бұл эволюциялық жол, яғни Қазақстан 2050 стратегиясын іске асырудың 7 басым саясаты. Ол қандай 7 басым саясат? Мына жерге жазып қояйық. 7 басым саясат. Ол қандай 7 басым саясат? Яғни, бірінші, ынталандыратын макроэкономикалық саясат. Екіншіден, экономикалық секторлардың бәсекеге қабілеттілігі. Үшінші, дамыған қаржы нарығы. Төртінші, инвестицияларды белсенді тарту. Келесі, өмірдің жоғары сапасын қамтамасыз ету. Алтыншы, жасыл экономика және қоршаған ортаны қорғау. Және жетіншісі, тиімді сыртқы экономикалық саясат. Міне осы 7 басым саясат жаңағы Қазақстан 2050 стратегиясын жүзеге асырудың басымдықтары болып табылады. Енді жалпы Қазақстан 2050 стратегиясының 7 ұзақ мерзімді басымдықтарын іске асыруда мына нәрселерді қарастырады. Ол біріншіден жаңа бағыттық экономикалық саясат. Яғни бірінші ынталандыратын макроэкономикалық саясатты жүзеге асыруда. Келесі, кәсіпкерлікті, яғни ұлттық экономиканың жетекші күшін жан-жақты қолдану. Келесі, әлеуметтік саясаттың жаңа принциптері, яғни әлеуметтік кепілдіктер және жеке жауапкершілік. Білім және кәсіби машық. Мемлекеттікті одан әрі нығайту және қазақстандық демократияны дамыту. Алтыншы, дәйекті және болжамды сыртқы саясат және жетіншісі жаңа қазақстандық патриотизм. Міне бұл 50 стратегиясының Қазақстан 7 ұзақ мерзімді басымдықтарын іске асыру екен. Сондай-ақ осы стратегиялардың ішінде Қазақстан Республикасының индустриялық, инновациялық дамытудың, бұл да стратегия, бағдарлама, сондықтан толық жазайға, дамытудың 2015-2019
жылдар аралығындағы мемлекеттік бағдарлама. Міне, бұл тағы бір бағдарлама, стратегия деп айтсақ болады. Бұл бағдарламаның мақсаты не? Яғни, еңбек өнімділігін арттыруға және өңделген тауарлар экспортының көлемін ұлғайтуға бағытталған өңдеуші өнеркәсіптің бәсекеге қабілеттілігін екпінді ынталандыру. Яғни бұл жерде өңдеуші өнеркәсіпке көбірек басымдық екен. Осы бағдарламаның қандай міндеттері бар? Ол бірінші, дәстүрлі секторларды, кәсіпорындарда жаңғырту есебінен тиімді базалық индустрияны құруды аяқтау. Екінші, сала түзуші ірі жобаларды іске асыру арқылы индустрияның өндіру жаңа нүктелерін қалыптастыру, немесе жүктемелерін. Келесі, инновациялық белсенді бизнестің сындарлы мөлшерінің пайда болу үшін алғы шарттарды жасау және экспортқа бағытталған индустриялық кәсіпкерліктің пайда болуы үшін жағдайды қамтамасыз ету. Бұл индустриялық инновациялық бағдарламаның бірнеше міндеті. Енді осы бағдарламаны іске асыру нәтижесінде қандай көрсеткіштерге қол жеткізу мүмкін, немесе тиіс? Біріншіден, өңдеуші өнеркәсіп өнім экспортының құндық көлемін 2015 жылға қарағанда 19%-ға өсу. Екінші, өңдеуші өнеркәсіп еңбек өнімділігінің 2015 жылға дейінге қарағанда 22% өсуі. Өңдеуші өнеркәсіптің негізгі капиталына инвестициялар көлемі 4,5 триллион теңге сомасында. Және өңдеуші өнеркәсіптегі энергия шығындылары 2014 жылға қарағанда 7%-ға төмендеуі дейді. Сондай-ақ, қойылған мақсаттарға қол жеткізу үшін өңдеуші өнеркәсіптің негізі капиталында инвестицияларды болжамды қажеттіліктері шамамен 4,5 триллион теңгені құрайды екен. Яғни бұл индустриялық инновациялық бағдарламаның көбісі бұл өңдеуші өнеркәсіпке негізделген екен, жаңағы біздің айтып өткеніміз бойынша. Және оның мақсаты мен міндеттерімен таныстық. Сонымен жалпы Қазақстанның даму стратегиясының мақсатты көрсеткіштері: Қазақстан 2050 стратегиясы, 2025-ке дейінгі стратегиялық даму жоспары және 2015-2019 жылғы индустриялық инновациялық бағдарлама негізінде жүзеге асады екен. Міне балалар, бүгінгі өтетін сабақ, келесі кездескенше сау болыңыздар.